Қарға мен түлкі ертегісі. Ашығып түлкі жүрді жапандарда, тамақ іздеп жол шекті сапарларға. Еш нәрсені көре алмай келе жатса, көзіне түсті алыстан жалғыз қарға. Жүгіріп түлкі соған жетіп келді. Қарға ағаштың басында мұны көрді. Тістегені аузында тәтті ірімшік. Оны көріп түлкі екен сөйлей берді. Қарға батыр, әр сөзің күміс алтын, халіңді сенің тілейді барша халқың. Қарғаныңде әуен жоқ деп, осылайша шығады сыртқа даңқың. Сандуғаш бұлбұлдарды көріп едім, жүзіңді бір көруге келіп едім. Даусыңды бір шығар шақшаттанайын, сырттан асық болғаннан өтіп едім. Басын салып құйрығын бұлғаңдатып, екі көзін қарғаға қылмаңдатып. Қарға тақсыр, көз жасымды көріңіз деп жыламсырап сөйлейді жылмаңдатып. Масаттанып бұл қарға сілкінеді, ішін тартып миықтан бір күледі. Арбашып алсаң келген шығар, көңілі тынып кетсін шіркін. Қар! Деді іштен, мақтау сөзге семіріп судай тасып, пәрменінше етті аузын ашып. Қарқ еткенде ірімшік жерге түсіп, Рақмет, қарғажан, енді ірімшік менікі. оны кетті түлкіген алды қашып. Қу түлкі, әуенімді тыңдауға құмармын деп алдап соққан екенсің ғой. Қар! Дәл солай. Аузымды ашсам ірімшіктен айрылам деген келмепті ғой басыма ой. Қар! Ақымақ басым ой. Масаттанып мақтағанға мақтанға, қарға байғұс алданыпты түлкіге. Ақылға сап бәрін дұрыс сарала, жұртты қарқ қылмас үшін күлкіге.